Сәлематсыздар ма, құрметті білімді де алғыр оқушылар. Бүгін қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы зат есім. Сабақтың мақсаты бір тақырыпта берілген мәтін түрлерін салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтаймыз. Тақырыбы мен кесте бойынша мәтін мазмұнын болжаймыз. Енді оқушылар, біз бір қадам алға ойын арқылы сұрақтарға жауап береміз. Жекеше түрдегі зат есімді тап, ойланайық оқушылар. Дұрыс жауап күн, жел. Келесі сұрақ, зат есім дегеніміз не? Сұрақтарын тап. Заттың атын білдіретін сөз табы. Сұрақтары кім-кімдер, не-нелер? Көпше түрдегі зат есімді тап. Ойланайық. Көлдер, өзендер. Жалпы есім дегеніміз не? Жалпы есімдерден басқа зат есімдерді айтамыз. Жалпы есім дегеніміз не? Ойланайық. Кісінің жер, су жан жануарлардың аттарын айтамыз. Өте тамаша балалар. Біз үлкен табысқа жеттік деп ойлаймыз. Оқулықтың 9-шы бетіндегі 11-ші жаттығу. Кесте мен тақырып бойынша мәтіннің мазмұнын болжа, содан соң мәтінді тыңдап, болжамыңды мәтін мазмұнымен салыстыр. Құмырсқалар өркениеті. Құмырсқаның тіршілігі адамды таңғалдырар қызыққа толы. Ол жай ғана жәндік емес, одан бөлектеу дүние. Біріншіден, құмырсқа ең көп кездесетін жәндік. Қазақстанның өзінде 200-дей түрі бар. Екіншіден, құмырсқа жәндіктердің сирек кездесетін түрі. Үшіншіден, олар жер бетіндегі ең көне жәндік. 25 миллион жыл бұрын пайда болған. Тағы бір қызығы, құмырсқаларда адам секілді бір жерден екінші жерге көшіп қонады. Әр илеудің нақтыланған аумағы бар. Сол жер аумағының амандығын олар көзінің қарашығындай күзетеді. Шекара бұздың ба? Жауап беріңіз. Бұл кезде күрделі дабыл қағылады. Шекарашылар тобы сол сәтте-ақ жетіп келеді. Дереккөздерден құмырсқа туралы мәліметтерді тыңдай отырып, мәтінді салыстыра отырып, неге құмырсқа жәндіктерге жатады? Оқушылар, ойланайық. Құмырсқаның қанша түрі бар екен? Неге ол еңбекқор жәндік деп аталады? Сендердің жасаған болжамдарың осы оқылған мәтіннің мазмұнымен сәйкес келе ме екен? Қорытындылай келе, болжамда айтылған мәліметтер де мәтінде кездеседі екен. Тапсырма: мәтіннен жекеше көпше түрдегі зат есімдерді тауып жаз. Бірнеше сөздер берілген, солардың ішінен жалпы және жалпы есімдерді бөліп таразыға салатын боласыңдар. Ойланайық: жаңбыр, Бішкек, жайық, биші, тамаша, өлке, тайбурыл, бала. Ойланайық: құт жол, оқушы. Енді оқушылар, өздеріңіздің жауаптарыңызбен тексеріңіздер. Өте тамаша жұмыс жасадыңыздар. 13-ші жаттығу. Мәтінді оқы. Қазақстанда шөл дала көп. Бетпақ дала, мойынқұм, қарақұм, қызылқұм секілді шөлді, құмды жерлерде тіршілік ету қиын. Шөлде жер үңгіген тас қуыстар, үңгірлер бар. Мұнда табиғи қалалар, табиғи сарайлар кездеседі. Құмды шөлдің тағы бір тамашасы құмның сыбдыры. Құм бетінде желдің салған неше түрлі өрнегі бар. Мәтінді пайдаланып, кестені тиісті сөздермен толықтырып жаз. Оқушылар, жазып болсақ тексерейік. Сіздер де дәл осылай жазды деп ойлаймын. Тамаша. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды қалай меңгергенімізге кері байланыс жасайық. Бас бармаққа бүгінгі сабақта есіңде қалған білімді, ұсақ-ұсаққа ұнаған әдіс тәсілдерді, кезеңді, ортаңғы саусаққа
ұнамаған кезеңді, аты жоқ саусаққа келесі сабаққа ұсыныс, кішкентай саусаққа тілек жазамыз.